Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Осы видеода қамырды дайындау, әдемі етіп жазу, дөңгелек етіп формада жазу, сақтау, упаковкалау әдістермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 250 мг салқын су құямыз. Бөлме температурасындағы немесе ыстық су болмайды. Сонан соң 1 шай қасық тұз саламыз. 1 жұмыртқа қосамыз. 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Альбуминді шай қасықтың ұшымен қосамыз. Көп қосуға болмайды. Көп қоссаңыздар тәтті дәм беруі мүмкін. Мен бұл қамырды бүгін пайдаланатын болғандықтан альбумин қосқан жоқпын. Егер қамырды бір шеті 10 күн ішінде пайдаланатын болсаңыздар, альбумин қосудың қажеті жоқ. Егер қосатын болсаңыздар, ол қамырды 3 айға дейін морозильникте сақтауға болады. Альбумин кондитерлік дүкендерде сатылады. 100 грамм алсаңыздар, сізге 50-60 шайма дайындауға жетеді. Қамырымызды қатты-қатты баса отырып 5-6 минуттай иін қандырып илеп аламыз. Ұн әркімде әртүрлі, сондықтан 10-20 грамм ойнауы мүмкін. Қамыр қаттырақ болады, бірақ солай болуы қажет. Қазір осы қамырды 1 сағат холодильникте демалдыратын боламыз. Сол кезде шамалы жұмсарып, бізге жұмыс жасауға ыңғайлы болып шығатын болады. Дайын болған қамырды целлофан кигізіп, 1 сағаттай демалдырып аламыз холодильникте. 1 сағат уақыт өткен соң осы қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігі шамамен 475-480 грамм болады. Және әр бөлікті тағы да бір-бір бастырып, сонан соң 10 минутқа мешок кигізіп демалдыруға жібереміз. Достар, видео пайдалы болып жатырса, лайк батырмасын басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісулеріңізге болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. 10-15 минут өткен соң қамырымызды алып, пакетімізден шығарамыз. Қолымызбенен бір қатты баса отырып, сонан соң ұнымызды сеуіп, екі жағына қамырымызды жаюға кірісеміз. Мен 5 бармаққа қамыр дайындайтын боламын. Жаймамыз дөңгелек болу үшін осылай кішкенеден ғана ысыра отырып, формаға келтіріп жаятын боламыз. Осы қамырдан 5 бармаққа жайма, пельмен дайындауға болады, штрудель тағамдарын нарынға пайдалануға болады. Яғни универсал. Қамырымыз үлкейген сайын орта жағына жақындамай, тек екі шетінен баса отырып жаятын боламыз. Мінекей, осымен қамырымыз, жаймамыз дайын болды. Өте жұқа болып, әдемі дөңгелек болып шықты. Қазір енді осы дайын болған жаймамызды бір ұн сеуіп жібереміз де, мінекей. Сонан соң оқтауға ораймыз. Ортасынан пышақпен кесеміз, сонан соң 3 бөлікке бөлеміз. Дайын болған жаймамызды одноразовый мешокты пайдалана отырып, 2-2-ден мінекей астына 6 мешок кетті. Сонан соң бетіне тағы да 1 мешокты істедім де, жан жағын
жауып упаковкаладым. Бұл енді өте керемет әдіс деп ойлаймын, әсіресе асқан уақытта, мысалы, бір күн бұрын, 2 күн бұрын, мысалы, қонақ шақыратын кезде біз өте жаңағыдай тығыз болады уақытымыз, алдын ала дайындап қойсақ, бізге уақытымызды алмайды, өте тиімді деп білем осылай қатыру, сақтау. Мінекей, енді екінші әдісті көрсететін боламын. Мешогымызды жая отырып, бетіне салып шығамыз қамырларды, сонан соң тағы да қабаттап жасайтын боламыз. Барлығын видеодағыдай қарап жасап шықсаңыздар болады. Дәл слоеный тесті да бізде болады ғой. Сол секілді қылып жасауға тырыстым осы әдісті. Бұл енді жаны ашық қалатын болғандықтан отдельно бір пакетке салып қоятын боламыз. Себебі жаны бізде міндетті түрде жабылуы қажет. Осыменен дайын. Пайдаланар алдында морозильниктен шығарып, кішкене қамырдың жібегенін күтеміз. Сонан соң тұтынуға болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда әлі де күшті пайдалы рецептер болады. Арнамнан алыстамаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.